Ақшаны қалай үнемдеуге болады? Жинақтауға арналған 7 қарапайым лайфхак. Сәлем достар. Ақшаны үнемдеу қаншалықты маңызды екенін бәріміз білеміз, бірақ қандай да бір себептермен ол әрқашан жұмыс істей бермейді. Келісіңіз, жинақтар біздің тіпті есімізде жоқ маңызды емес нәрсеге кетеді. Бұл бейнеде мен сіздермен ақша жинауды үйренуге және ақшадан қысылып қалмауға көмектесетін қарапайым лайфхактармен бөлісемін. Неден бастау керектігін және жинақтарды оңай әдетке айналдыруды бірге қарастырайық. Бірінші және ең маңызды қадам нақты мақсаттар қою. Жинақ не үшін қажет екенін анықтаңыз: демалыс, жаңа гаджет сатып алу, білім беру немесе қаржылық қауіпсіздік жастығы. Нақты мақсат мотивация береді, өйткені сіз не үшін тырысып жатқаныңызды білген кезде оны кейінге қалдыру оңайырақ. Мақсаттарыңызды және жинағыңыз келетін соманы жазыңыз, бұл сіздің жетістіктеріңізді елестетуге көмектеседі. Екінші лайфхак. 50-30-20 жүйесі – бюджетті бөлудің оңай жолы. Бұл қалай жұмыс істейді? Кірістің 50% негізгі шығындарға жұмсалады: тұрғын үй, тамақ, көлік. 30% жеке қажеттіліктер мен ойын-сауық үшін. 20% кейінге қалдыру немесе инвестициялау. Бұл тәсіл сіздің шығындарыңызды бақылауға көмектеседі және сонымен бірге өзіңізді рахаттан айырмайды. Бұл жүйені келесі жалақыға қолдануға тырысыңыз, сонда сіз жинақтардың тез өсетінін көресіз. Автоматтандыру ақша жинауды ұмытпаудың тамаша тәсілі. Көптеген банктер кірістің бір бөлігін жеке жинақтау шотына автоматты түрде аудару функциясын ұсынады. Мысалы, сіз әр жалақының 10%-ын тікелей күнделікті шығындар үшін пайдаланбайтын шотқа аударуды орната аласыз. Осылайша ақша автоматты түрде жиналады және бұл туралы ай сайын ойланудың қажеті жоқ. Ақшаның қайда кететінін түсінудің ең тиімді әдістерінің бірі шығындарды бақылау. Кем дегенде бір ай бойы ақша жұмсағанның бәрін жазып алыңыз. Сізге пайда әкелмейтін ұсақ түйектерге қанша шығын кететініне таң қаласыз. Тегін шығындарды есепке алу қолданбаларын қолданып көріңіз, немесе жай ғана қағазға белгі қойыңыз. Бұл сізге не үнемдеуге және жинақтауды арттыруға болатынын түсінуге көмектеседі. Бесінші лайфхак. Сатып алудан бұрын бағасын салыстырыңыз. Бірдеңе сатып алмас бұрын бағаларды салыстырып, жақсы нұсқаларды іздеу әрқашан жақсы идея. Ең жақсы мәмілелерді табуға көмектесетін қолданбалар мен сайттар бар. Сонымен қатар, сатып алу қажеттілігі туралы ойланып, өзіңізге сұрақ қою керек: бұл шынымен қажет пе? Артық шығындар көбінесе біздің жинақтау мақсаттарымызға жетуге кедергі келтіреді. Алтыншы лайфхак. Импульсті сатып алу ақшаның тез жоғалып кетуінің басты себептерінің бірі. Қажетсіз шығындарды болдырмау үшін 24 сағат ережесін қолданып көріңіз. Егер сіз бірдеңе сатып алғыңыз келсе, бір күн күтіңіз. Егер келесі күні сіз әлі де затты қажет деп санасаңыз, сатып алуға қайта оралуға болады. Бұл әдіс асығыс сатып алудан аулақ болуға және көп ақша үнемдеуге көмектеседі. Жетінші лайфхак. Жинақтарды коммуналдық қызметтер немесе жалдау сияқты міндетті ай сайынғы төлем ретінде қарастырыңыз. Ай сайын жинайтын ең төменгі соманы анықтаңыз және оны басқа ештеңеге жұмсамаңыз. Бұл тәсіл ақшаны үнемдеуді әдетке айналдыруға және жинақтарды опция ретінде емес, қажет нәрсе ретінде қабылдауға көмектеседі. Міне, осындай қарапайым, бірақ тиімді лайфхактар ақша үнемдеуге және қаржыны басқаруға көмектеседі. Жинақтау тек бас тарту ғана емес, сіздің мақсаттарыңыз бен мүмкіндіктеріңізге апаратын жол екенін есте ұстаған жөн. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лүпіл басып, арнаға жазылыңыз. Келесі бейнеде кездескенше,